Әнші жас ана Мөлдір Әуелбекова бала тәрбиесінде көп отырмай жұмысқа кіріскені белгілі. Мөлдір Әуелбекова туған ел атты бейнебаяны үшін әлі күнге дейін ұялып жүргенін айтады. Себебі бұл бейнебаян әншінің өзіне мүлдем ұнамаған. Уақыт өте тығыз болып киетін киімдерімді түсірілім алаңында бірақ көрдім. Оның үстіне ол кезде сәбиіме жаңадан 2 ай толған еді. Ойымның барлығы баламда болды да киімім мен шашыма назар аудармадым. Түсірілім жұмыстарын тездетіп үлгерудің амалын жасадық. Меніңше бейнебаянға қазақылық жетіспеді. Ол туған елге арналған бейнебаян болса да, оны табиғат аясында түсіре алмадық. Күн өте суық болып, павильонның ішінде түсірдік. Өзіме суық тигізіп, сәбиімді ауыртып алудан қорықтым. Айта берсем, себебі өте көп. Көңілімнен толық шықпады. Шынымды айтсам, бірде-бір бейнебаяным көңілімнен шыққан емес. Өзіме қатты сынмен қарайтын сияқтымын. Жазған әнім, түсірген бейнебаяным мен фотосессияларымды әрдайым сынап отырамын, дейді Әуелбекова ханым. Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.